Құрандагы дугалардын сыры. Құрандагы дугалардын сырына кирместен алдын араб тили грамматикасына катысты мына маселени айта кеткimiz келеді. Араб тилинде алыста турган адамды өзүнө каратуу үчүн немесе шакыруу үчүн я деген каратпачлауду колдонот. Я Омар, я Ерлан деп алыста турган адамды өзүнө каратуу үчүн. Ал энди Аллах Тағала Құранда өзіне жалбарынып дуга етушілердің дугасын айткан кезде осы каратпашлауды колдонбаган. Яғни Робби деп бірден бастатып кетет. Ал біз аудармаларда я Раббым деп айтамыз ғой. Бірақ Аллах Тағала я деген сөз қолданбайды. Неге? Өйткені Алла құлдарына өте жақын екендігін сездірту үшін және дуга сұрап жатқан кезде дугаңызды жақыннан естуші екендігін, сіздің күре тамырыңыздан да сізге жақын екендігін, дугаңызға жауап беруге дайын екендігін білдірту үшін я деген шылауды алып тастағандығын айтады тәпсір ғұламалары. Егер де бұл ақпарат сіз үшін жаңалық болған болса, онда өз сторисіңізді бөлісе кетіңіз. Рамазан айында Аллаға бір табан жақындағыңыз келсе, біз сізге арнап жоба дайындадық. Көп уақытыңызды алмайды, бірақ бұл амалдармен Алланың сүйікті құлына айналуыңыз мүмкін. Рамазан амалдары YouTube арнамызда.